Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен шоколадты сметанниктің құрамымен бөлісетін боламын. Дәмі өте керемет және жасалу жолы өте оңай. Ең алдымен құрғақ заттарды електен өткізіп аламыз, яғни ұн, какао, разрыхлитель. Толық құрамы описание бөлімінде жазылып тұрады. Енді үстіне шекер салып, барлығын бір араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін енді үстіне сары майымызды салып, жақсылап езіп аламыз. Енді үстіне жұмыртқа салып, қамыр илейміз. Қамырды илеп болдық. Енді салмасын дайындап болғанша қамырды тоңазытқышқа сала тұрамыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Бізге керегі 400 грамм қаймақ және де оның үстіне 3 жұмыртқаны саламыз. Барлығын бір ыдысқа бірден сала береміз. Оның үстіне шекерді саламыз және де кукуруз крахмалын 2 ас қасық салатын боламыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Салмасын дайындап болғаннан кейін формамызды алып, қамырды бетіне жақсылап жайып шығамыз. Менде форманың диаметрі 28 см. Егер сіздерде бұдан кіші форма болса, оған да жасай берсеңіздер болады. Қамыр дайын болғаннан кейін үстіне салмасын салып, пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Беті қызарып әдемі болып піскеннен кейін алатын боламыз. Салмасы қатты көтерілетін болады. Ыстық кезінде оны жақсылап суытамыз, сосын басылады. Пирог суығаннан кейін шоколадты ганаш дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге шоколад және де сары майды араластырып, ерітіп аламыз. Мен газда өте баяу отта еріттім. Енді арахис салып, жақсылап араластырып аламыз. Пирог формаға жабыспайды, шеті де асты да оңай алынады. Енді бетіне ганашымызды біркелкі етіп жағып шығамыз. Міне біздің шоколадты сметанник пирогымыз дайын болды. Дәм өте керемет шығады және де жасалу жолы өте оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.